мұражайдың ішінен жақсырақ танысамыз. Көлемі 2600 квадрат метрге тең, ал экспозиция залы болса 1600 метр квадрат жерін алады. Мұражай 4 залға бөлінген. Өлке табиғаты, археология, этнография және көне Қазақстан тарихы. Сіздермен бірінші археология залымен танысатын боламыз. Мұражай қорында 700 мыңнан астам материалды және рухани мәдениет ескерткіштер сақталуда. Мұражайдың ғылыми кітапхана қорында 6 мыңнан астам кітапханалар бар. Мұражайдың Түркістан ауданы Иқан станциясына Мертемір атындағы бір әдеби секторына арналған мұражай мен 8 филиал бар. Шымкент қаласында Хакім Абай мұражайы, Көркемендер галереясы, Ерлік мұражайы, Түркістан қаласында Сәтбай Ерубаев атындағы мемориал мұражай, Сарыағаш пен Шардара қалаларындағы тарихи өлкетану мұражайлары, Сайрам ауданы Ақсуар тарихи өлкетану мұражайлары бар. Көріп тұрған барлық құмыра, ыдыстар, сақиналар, әшекейлер бәрі көбінше Есік қаласы мен Түркістан қаласында, Отырар қаласында табылған. Көріп тұрғандарыңыздай, екінші этнография залы. Көріп тұрғаныңызда ат әбездері, атқа арналған әшекейлер, таға, аттарақ, темір тұсау, қырықтақ, тағы да басқа атқа арналған құралдар. Бұл болса біздің әжелеріміз дайындаған, бешбармақ дайындаған ыдыстары, қасықтары және су мен қымыз ішкен құмыралары. Ұстау құралдары, қол диірмен, келі, ергезер, темір кәкпір және басқа да пайдалы керек заттар. Бұл ұлттық киімдер, ал бұл болса киіз үйге арналған ұйымдар. Біздің ата-бабаларымыз осындай киіз үйлердің ішінде өмір сүрген. Болса қасиетті Құран, тәсбих, тақия және құмыра. Бұл ежелгі Қазақстан залы. Бұл жерде біздің қазақ батырларымыз бен сол кездегі қолданған қару-жарақтары, оқыған кітаптары, ыдыстары, ішкен тамақтарының құмыра, саяқтары барлығы бар. Бұл өлке табиғат залы. Бұл жерде ту, елтаңба және біздің әнұранымыз орналасқан және жетістіктеріміз бен біздің мақтаныштарымыз бейнеленген. Біздің қазақ еліндегі спортсмендердің медальдары, киімдері мен кубоктары бейнеленген. Діни конференцияға арналған жай намаз, тәсбих және қасиетті Құран орналасқан. Бұл біздің қазақтың 3 данагөй алтысы. Яғни біздің 3 биіміз Әйтеке би, Төле би және Қазбек би. Осымен мұражай репортажы соңына келді. Мен осы мұражайды сіздерге таныстырған үшін өте қуаныштымын. Сіздерге де ұнады деген үміттемін. Сау болыңыздар.